Қанатты қиял. Жазғы тұрым жайлы кеш, ауақта отыр қарт ата, қасымдағы ұлына әңгіме шерін тарқата. Шырағым, деді ол ертеде, ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк, артып көкке ұшыпты, кең аспанды аралап, айды күнді құшыпты. Тыңдап сөзін атаның, оқуға жүріп ол кетті. Содан бері арада талай ай күн жыл өтті. Қайтты бір күн баласы, самолетін самғатып, өнері мен ұшқыштық көрген жанды таңғалтып. Осылайша атаның қиялын санға сырық, шығарып біз шындыққа іс жүзіне асырдық. Бұл өлеңнің тақырыбы қанатты қиял, ал бұл өлеңді жазған Бүркіт Ысқақов. Менің бұл өлеңде түсінгенім, ата баласына өзінің қиялын айтқан. Атаның қиялында ертеде адамдар кілеммен ұшатын, бірақ ол кезде самолет болмаған. Дегенмен бала оқуға кетерде осы сеніммен кетті. Шын мәнінде жылдар өте келіп, технологиялар дамып, адамдар самолет ойластырып шығарды. Демек, адамның қиялы шексіз. Армандап, қиялдап, мақсатқа жету. Мақсатқа жету үшін адам әрекет ету керек.